Ассаламу алейкум, құрметті Металл Газет каналдың теркеушілер, құрметті қонақтар. Мына бүгінгі видеомызда біздер осындай екі DVD ашамыз. DVD-нің негізінде модасы кетті уже, ондай қатты қажетті жоқ. Біреу Supra, біреу астындағысы LG. Соның екеуін ашып қазір көреміз. Ішінде қандай радио бөлшектер бар, қандай металдар бар екен құрамында. Ал кеттік. Бастағанда мына DVD-ден бастаймыз. Міне бірінші видеоны аштық. Что мы здесь видим? Видим мы здесь так. Мындай чип. Ода чип 1, 2, 3, 4. Бір резонатор. Шлейф. Міне алтын жалатқан шлейф. Дұрыс көрінбейді телефонда, бірақ мынау сарғайып жатыр. Мынау да сондай сарғайып жатыр. Жинаймыз. Так. Шнур. Мынау енді жай мысқа кетеді. Азғантай міне кішкентай катушка бар мына жерде. Болды, басқа ештеңе көріп тұрған жоқпын. Мына микросхеманы кусачкамен істеу керек болады. Ішінде мүмкін алтын бар шығар. Ішінде андай привод бар. Оны қазір ашып болғаннан кейін тоже көрсетемін. Міне бірінші DVD ашылды. Одай азғантай мыс, жаңа копилка кететін бұйырса. Міне DVD ашылды. Бірінші DVD LG деген, мынау темірлері. Так, шнур. Азғантай мыс бар мұнда. Сірә міне чиптер бар, алынатын. Мынандай DVD. DVD-нің несі, головкасы бар ішінде. Міне бұлай жүретін. Мұнаның ішінде құрамында алтын болу керек. Ішінде флопик бар, азғантай мыс бар. Флопиктің ішінде моторчик бар. Системасы көрінбейді мына жерде. Міне. Мына система, ол негізі целиком ашылады. Мына темір. Мына зат алынады. Кеше мына DVD-ромды аштық қой. Дәл сондай системасы болу керек. Ішінде құрамында алтындар бар. Соларды лақтырмасам да болады. Мұқият болып жинайсыңдар. Болды, мына DVD міне осындай болады. Ішінде бар детальдер осы. Алынатын тек мынау мыс копилка кетеді. Шнурды бәрін тазалап копилкаға тастайын. Жайлап мысты жиналады. И мынандай чиптер алу керек болады. Чип 4 бұрышты. Сосын мынандай выходтары, мынаның ішінде күміс болу керек. Мынаның ішінде мынау дұрыс көрінбейді ішінде, бірақ құрамында алтын болу керек. Қазір мынаны ашып көрейінші. Мынаны міне шұқылап шығарып жатырмын жайлап. Мынау сарғайып жатыр. Мынау алтын жалатқан, бірақ құрамында өте аз процент, алтын проценті. Бірақ жинай береміз все равно. Себебі ол міне аз заттан ол жиналады, жайлап. Ішінде болу керек, тоже міне. Үшім оларды да бәрін жинайсыз, міне жатыр ішінде. Міне, соған похож. Міне сарғайып жатыр. Сол жайлап жинай бересіз соларды. Мынау міне. Мынау біреуін жаңан аштым, сындырып. Тоже істіп жайлап мындай коробкаға жинасаңыз да болады. Іште артық болмайды.
жайлап мен осы коробкаға бәрін заттарын жинай беремін. Оны кейіннен ашармын. Қазір екінші DVD ашу керекпін, видео жасау керекпін, видео монтаждау керекпін. Соны уақыт тығыз. Просто әйтеуір көрсеткенім міне. Артындағы разъемдар міне сарғайып отыр кішкене. Соны саламыз. Так, DVD. Міне осымен бір DVD ашылды. Мынаның ішінде тек қана тағы да ашатын міне мынау привод бар. Ішінде мына құрамында 6 ватт, который головкасы бар ғой. Сосын ішінде флопик бар, міне мынаның астында. Флопиктан ішінде мыс обмоткасы бар. Supra деген DVD-ге очередь келді. Енді қазір оны ашамыз. Так, шуруптарды ағыттым. Опа. Бұлай ашылады. Ішінде біз не көріп тұрмыз? Так, мынау кнопка. Ішінде күміс контакт болады. Мынау разъемдар ішінде я алтын, я күміс болады. Екеудің біреуі разъемдар. Шнурлар кіретін. Так, штекерлер деймін. Дальше. Что-то секіріп кетті слишком. Азғантай катушка бар. Мыс копилка кетеді. Так. Мынаның ішінде я күміс, я не болады? Латунь. Көбінесе латунь ғой, мына шнурдың держателері. Так, ішінде привод болады. Міне мынау шлейф ағып кетті. Міне ішінде мынау. Ішінде алтын, құрамында алтын болу керек обязательно. Любой привод негізі DVD болсын, я CD, DVD ромдар ішінде обязательно құрамында алтын болады. Оны ашқан кезде мұқият ашасыз. Лақтырмаңыз, сарғайып жатса, ол алтын. Соны жинайсыз. Так, мұнан ішінде флопик болу керек. Андай медный обмотканың астында. Сонымен болды. Осы DVD-ның ішінде дым жоқ екен. Тек міне азғантай мыс. Міне мынау привод. Қазір мен до конца шашып тастаймын. Сосын тағы да қосыламын. Міне до конца шашылды. Енді мынау жаңа Supra деген DVD-міз. Міне ішіне шыққан заттар. Мынандай плата. Азғантай мыс. Болды, басқа ештеңе жоқ мынаның ішінде. Абсолютно ештеңе жоқ. Так, ал мынау міне қызықтау кішкене. Мына плата. Ішінде міне мынау бір резонатор, мынандай чип бар. Мынау чип, сосын мынау даже мынандай процессор сияқты не бар, мына кішкентай радиатор. Радиатор астында мінекі 4 бұрышты чип бар. Оны да аламыз біз. Ішінде алтын бар. Так. Сосын мында микросхема. Микросхеманы сындырған кезде бисмиллах деп сындырайық. Құрамында не заттар бар екен көрейік. Тек қана мен мыс көріп тұрмын, бірақ сарғайып жатқан ештеңе жоқ. Значит, ішінде алтын жоқ. Тағы да бір сындырып жіберейін. Жоқ, дым жоқ екен. Ақ металл және мыс, алтын жоқ. Мусор. Және мындай кішкентай ішінде SMD конденсаторлар бар. Сосын мына разъемдардың ішінде алатын заттар бар ма екен? Көрейік.
Білмеймін мынау не металл екен. Ағарып тұр бірақ күміске не похож. Мынау по-любому латунь болу керек. Оны жинаймыз да астын. Сосын бөлек көрермін. Қалай, чё. Так, дальше. Мынандай кнопкалар бар. Ішінде разъемдар бар. Разъемның цветі ақ болып тұр, алтын емес. Так, мынандай міне дегендей жаңағыдай 3 моторчик и привод. Сол приводтың ішінде де обязательно алтын болу керек. Бір күн мен даже бір бөлек видео шығарармын. Сол приводтарды жинап, полный сон ашып, как положено. Так, сонымен мынау DVD Supra. Мынау LG DVD. Міне осындай обзор қысқа. DVD негізінде ондай қатты богатый техника емес, бірақ азғантай чиптен 1-2 штуктан алып жинасаңыз да болады. Supra LG. Назарларыңызға рахмет. Аман болыңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны сал лайк, ұнамаса дизлайк. Міндетті түрде комментарий жазуға ұмытпаңыз.